мына жерде екі жағын екіге бөліп жібереміз ғой. Неге? Өйткені мынаның түбірасты 2 бөлу 2 болса, ол бізде жаңағы синус косинустың мәні бар да кестеде. Екіншіден мынаны 2-ге бөлсем, 2 синус 2х косинус 2х ол формулаға келеді. 2 синус х косинус 2х, 2 синус 2х косинус 2х үлкен немесе тең түбірасты 2 бөлу 2. Мынау формула бойынша синус 2 альфа біздің жағдайда синус 4х болады. Үлкен немесе тең түбірасты 2 бөлу 2. Сонымен бізде шеңбер саламыз. Синустың мәндері y осының бойында жатады. Міне қаратас түбірасты 2 бөлу 2. Қаратас пи бөлу 4. Мына жақ 3 пи бөлу 4. Үлкен немесе тең мінеки. Сонда бізде былай болады. 4х тиесілі тік жақша пи бөлу 4 қосу 2 пикадан 3 пи бөлу 4 қосу 2 пикаға дейін тік жақша болады. Бөлемін 4-ке. Сол кезде бізде х тиесілі тік жақша пи бөлу 16 қосу 2 пиканы 4-ке бөлген кезде мына жақ 2 болады. Сонда пика бөлу 2 болады. 3 пи бөлу 16 қосу пика бөлу 2 тік жақша к тиісті z болады. Жауабын қарасақ, енді басқа форматта тұр екен, іштен кетпейді. Түсінеміз, мынау қате, мынау үшеуі. А жауабы дұрыс. Міне тік жақша деген немесе тең деген сөз. К-ның орнына енді қойып қойса, ода тұрған ештеңе жоқ. Міне А жауабы дұрыс болады.